Адамның басты байлығы денсаулық пен жан тыныштығы. Ақша мен дүние жию маңызды емес. Ең маңыздысы өзіңді жақсы сезіну. Қарым-қатынас пен отбасы өмірдегі ең құнды нәрселер. Қартайғанда байқайтының жаныңда шынайы қолдау көрсететін адамдар ғана қалады. Уақытында қателіктер жіберіппін, бірақ олардан сабақ алдым. Ең бастысы өткен қателіктерге өкініп емес, олардан үйреніп өмір сүру. Кешірімді болу жүректің тыныштығы. Өмірде ренжітулер болады, бірақ кешіре білсең, жан дүниең жеңілдейді. Өткенге өкініш білдірудің қажеті жоқ. Әрбір тәжірибе өмірдің берген сыйы. Басқалардан күтетін жақсылықтың өзің істе. Сол кезде айналаңдағы әлем де жақсарады. Қартайған сайын қарапайым нәрселердің қадірін білесің. Бір шыны шәй, табиғат көрінісі, жақындарыңның күлімсіреуі. Өзіңді қамқорлық пен мейірімге бөлеп, күн сайын жан тыныштығын сақтауға тырыс. Өмірдегі кішкентай қуаныштарды бағала. Олар сенің күнделікті өміріңді мәндетеді. Қателіктеріңді кешіруді үйрен. Өзіңді кінәлап өмір сүрудің орнына, оларды өмірдің бір бөлігі деп қабылда. Өткеннің ауыртпалықтарын тастап, бүгінгі күннің қуанышын қабылда. Өмірде тек қазіргі сәт маңызды. Өзіңнің ішкі даусыңды тыңдап, жүрегіңнің айтқанына құлақ ас. Жасың ұлғайса да, арман мен мақсаттарды жүзеге асыруға ешқашан кеш емес. Адам өмірінің мәні қарым-қатынас, мейірімділік пен достықта. Жақындарыңмен өткізген әрбір сәт өмірдің алтын сәттері. Сынған арман жаңа бастаманың мүмкіндігі. Олардан қорықпа. Әрбір аяқталу жаңа жолды ашады. Бақыт жақындармен бірге өткізген сәттерде, өткен естеліктерде жасырынып жатыр. Кәрілік уайым емес, даналықтың, сабырлықтың және тәжірибенің кезеңі. Оны шынайы түрде қабылда. Кеңпейіл болу, адамдарға шын көңілмен жақсылық жасау, нағыз байлық. Өмірде көп нәрсені біле алмайсың, бірақ әрдайым ашық жүрекпен өмір сүруге тырыс. Табиғатпен байланысты болу, оны сезіну, өмірдің шынайы қуанышы. Сезімдеріңді білдіруден қорықпа. Сүйіспеншілік пен мейірімділік өмірдің шынайы мәні. Денсаулық пен рухани байлық өзіңе деген ең үлкен сый. Оларды қорғауды үйрен. Өмірге рахмет айта біл. Әрбір жаңа күн сенің тарихыңның жалғасы. Дүниеге сыймайтындай көрінетін қиындықтар ертең-ақ ұмытылады, бәрі уақытша. Сабырлық өмірдегі ең үлкен қасиет. Көп жағдайда асығыстық ешбір жақсылыққа апармайды. Қанша жерден даналық жинасаң да, үйренерің таусылмайды. Өмір үздіксіз сабақ. Өзіңді өзгелермен салыстырма. Әркімнің өмір жолы әр түрлі. Тек өзіңнің жетістіктерің мен қателіктеріңе қарап өмір сүр. Дүниені өзгертуге емес, өзіңді өзгертуге ұмтыл. Сол кезде айналаңдағы адамдарға, жағдайларға көзқарасың өзгереді. Жақсылық жасаудан жалықпа. Ол міндетті түрде бір күні саған қайта оралады. Адамды сыртына қарап емес, жүрегіне қарап бағала. Уақыт өте сыртқы сұлулықтың мәні жойылады, ал жан сұлулығы мәңгі қалады. Жастарға жол беруді үйрен. Әрбір буынның өз уақыты бар. Қартайғанда сол уақытты сыйлап, жастардың дамуына мүмкіндік беру маңызды. Өмірде бәрі өзгереді. Адамдар, жағдайлар, сезімдер. Тек өзгеріске қарсы тұру емес, оны қабылдай білу керек. Көбірек күліп аз ренжі. Өмірдегі ұсақ түйекке мән бермеуді үйренсең, өмірдің жеңілдеу болатынын байқайсың. Шүкір етуді ұмытпа. Қандай жағдай болмасын, сенің қолыңда бар нәрселер үшін әрқашан риза бол. Көп нәрсені біліп аз сөйле. Даналықтың белгісі сөзді үнемдеп, қажет жерде ғана айту. Қартайған сайын естеліктер қымбат бола түседі. Сол себепті әрбір сәтті есте қаларлықтай етіп өткізуге тырыс. Өткенге өкінішпен қарау бос әурешілік. Өткенді өзгерте алмайсың, тек бүгінгі күннің қадірін біл. Әр адамның өз тағдыры бар, оны өзің қалағандай емес, сол тағдырдың жазуымен қабылдау керек. Адамды кәрілік емес, уайым қажытады. Көбірек күліп өміріңді жеңіл ұстауды үйрен. Өмір өткінші. Жастық шақта уақыт көп сияқты көрінеді. Бірақ кәрілік келгенде, оның қалай тез өтіп кеткенін түсінесің.
Өмірдің ең үлкен сыйы қарапайым нәрселерден бақыт табу. Күннің шығуы, жақындарыңмен бір мезетте болу нағыз байлық. Уақыттың қадірін біл, жас кезде оны бағаламайсың, ал қартайғанда әрбір сәттің алтын екенін ұғасың. Ақша, атақ, мәнсап барлығы өткінші. Тек мейірімділік пен адамгершілік мәңгілік. Бақыт сырттан емес, ішкі дүниеден табылады. Жаның тыныш болса, сыртқы жағдайлар қаншалықты қиын болса да, бақытты бола аласың. Жас болу дененің күшімен өлшенбейді. Жанның жастығы маңызды. Жаны жас адам әрдайым өмірге құштар. Ашумен қабылдаған шешім ең үлкен қателікке апарады. Сол үшін қиын жағдайда да сабыр сақтауды үйрен. Қымбат дүниелерден гөрі адамға берілген шынайы көңіл, мейірім маңызды. Қартайғанда адамдар жан жылуын ғана іздейді. Өзіңді өзгеге дәлелдеудің қажеті жоқ. Өзіңе деген сенім мен ішкі тыныштық бәрінен жоғары. Өмірдегі басты құндылық мейірім мен қамқорлық. Бұл қасиеттер қартайғанда саған еселеп қайтады. Қарттық өткеніңді қорытып, болашақ ұрпаққа тәлім тәрбие беру кезеңі. Жасаған ісің мен айтқан сөзің келер буынға үлгі болсын. Ешқашан тым кеш емес. Қартайғанда да жаңа нәрселерді үйренуге, қызығушылық табуға болады. Өткеніңе ризашылықпен қарау нағыз бақыттың кілті. Өмірде болған жақсылықтарды еске алып, олардың қадірін білу керек. Қарттық өзіңмен көп уақыт өткізіп, ішкі әлеміңді тыңдайтын кезең. Уақыт ең үлкен байлық, оны бекерге жұмсама. Өзіңе және жақындарыңа арна. Денсаулық кәріліктегі ең үлкен құндылық. Сондықтан денең мен жаныңды жас кезден күтіп қамқор бол. Қателіктер өмірдің ажырамас бөлігі. Оларды мойындау, рухани өсу мен кемелдікке жетудің белгісі. Өмірдегі кез келген нәрсені бақылауға алуға болмайды. Кейде ағынға ілесіп, тағдырға сыну керек. Үлкен жетістіктерді емес, күнделікті кішкентай жеңістерді бағала. Олар сенің өміріңнің шынайы мәні болып табылады. Қарапайымдылық нағыз ұлылықтың белгісі. Қартайғанда соның маңызын түсінерсің. Өмірде бәрі өткінші, тек шынайы жақсылық пен махаббат мәңгі қалады. Біреудің кемшілігін іздеуден гөрі жақсылығын көруге тырыс. Әрбір адам өмірге бір жақсылық әкелуге қабілетті. Өзіңде барға қанағат етсең, ешқашан бақытсыз болмайсың. Қанағат рухани байлықтың бастауы. Ең үлкен байлық тыныштық пен жан рахаты. Оларды іздеп табу кәріліктің ең басты мақсаты болуы мүмкін. Өзіңді өзгелермен салыстырма. Әр адамның өз жолы бар және сол жолдың өзіндік мәні бар. Жас кездегі арман мақсаттарыңды есіңе түсір. Олар сенің өмірге деген құштарлығыңды қайта жандыра алады. Ең бастысы жүрегіңнің жас қалуы. Адамды кәрілік емес, рухтың әлсіреуі қартайтады. Өмірдің әр кезеңі өз сыйын береді. Кәрілік даналықтың шыңы. Оны қабылдап, одан ләззат алуды үйрен. Сабыр мен төзім кәріліктің серіктері. Көп нәрсеге байсалдылықпен қарап, асықпай әрекет етуді үйренесің. Уақыттың қадірін ерте түсінген жөн. Босқа кеткен уақыт қайта келмейді. Сондықтан әрбір күнді мағыналы өткізуге тырыс. Адамдарды түсінуге тырыс, үкім шығаруға емес. Әр адамның өз өмірлік тарихы бар, оны білмей тұрып кінәлау әділетсіздік. Молшылық қуаныш әкелмейді. Шынайы бақыт қарапайым өмірдің өзінде. Жас кезіңде жақындармен көбірек уақыт өткіз. Уақыт өтіп олармен өткізген сәттерің тек естелікке айналады. Өзгелерге үнемі жақсылық ойла. Қызғаныш пен өшпенділік тек өзіңе зиянын тигізеді. Көп жылдар бойы жинаған білімің мен тәжірибеңді өзгелермен бөлісу адамгершіліктің көрінісі. Бала кезден армандайтын нәрселеріңді ұмытпа. Кәрілік келгенде де арман мен мақсаттар болуы керек. Бақытты болу үшін көп нәрсе керек емес. Өзіңде барды қанағат тұтқан кезде ғана нағыз тыныштыққа жетесің. Өмірдің әрбір қиыншылығы сабақ. Одан үйренесің. Өмірдің шындығын түсініп, даналығыңды арттырасың. Кішкентай нәрселерден бақыт табу кәріліктің ең үлкен даналығы. Олар сенің жан дүниеңе азық болады. Өмірден өткен естеліктердің бәрі сенің байлығың. Олар сенің жүрегіңде мәңгі қалады. Жақсы сөз айтып адамдарды қуантуды үйрен. Жаныңдағыларға жылы сөз айту кәріліктің ең қарапайым, бірақ ең маңызды істерінің бірі.